қандай жұмыс жасасаңыз да адалмен жасаңыз және адамдардан күтпеңіз. Омар радиаллаху анху былай деп айтады: ешбіріңіз отырып алып, Алла тағалам маған ризық бере гөр деп дұға етпесін. Аспаннан алтын мен күміс еш уақытта жауған емес. Еңбексіз құр дұғаның пайдасы жоқ екенін айтты. Ибн Мас'уд радиаллаху анху не дүниесі үшін еңбек етпейтін, не ақыреті үшін құлшылық жасамайтын адамды жек көремін деді. Мына бір оқиға менің жүрегіме қатты әсер етті. Ибрахим Нахейден келіп, біреу былай деп сұрайды: сіздің ойыңызша әділ саудагер артық па, әлде толығымен құлшылыққа бекінген құл артық па деп сұрайды. Сонда Ибрахим Нахей: менің ойымша саудагер артық. Өйткені әділ саудагер үнемі джихад етеді, яғни күреседі. Шайтан таразыда әрдайым оны азғырып тұрады. Бергенде кем бер, алғанда молынан ал деп азғырып тұрады. Саудагер саудада адал болу үшін шайтанның азғыруына төтеп беріп, үздіксіз шайтанмен де, нәпсісімен де күресумен болады деп жауап берген екен. Қазіргі кезде көп адамдар стресске, депрессияға түсіп кетіп жатыр, себебі өзін бақытсыз санайды да. Бірақ дәл қазіргі сәтіңізді бағалай білсеңіз, сізден асқан бақытты адам жоқ. Дана ғалымдар айтады, адамға 4 жағдай келмей тұрып, мына 4 жағдайдың қадірін білмейді дейді. Біріншісі, ол адам жастық шағының қадірін білмейді екен, кәрілік келмейінше. Өзі бір нәрсені жасайын дегенде әлсіздігін білген кезде жастық шағым болғанда ғой деп армандап қалады екенбіз. Екіншіден, жақсы көңіл күйімізді сынақ келмейінше бағалай алмайды екенбіз. Сынақ келген кезде біз күлуге де шамамыз келмей қалады, сол кезде жақсы көңіл күйімізді армандап қалады екенбіз. Үшіншіден, денсаулығыңызды ауырған кезде ғана қадірін біледі екенбіз. Ауырған кезде денсаулығым болғанда ғой мен мына нәрсені жасар едім деген секілді. Төртіншіден, ол өмірдің қадірін білмейді екенбіз, өлім сәті келген кезде. Ол көзімізге бір 5 минуттық қана бір сондай ләззат қана болып өтеді екен. Сондықтан дәл қазіргі осы сәтіңізді пайдаланып, сізден асқан бақытты адам жоқ екеніңізді өзіңізге сендіріңіз.